Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Видеоны көрместен бұрын каналыма жазылып, қоңыраушаны баса кетуді ұмытпаңыздар. Бұл видеоның тақырыбы әр ас үйде табылатын қара бұрыш жайында болмақ. Қара бұрыштың адам денсаулығына пайдасы мен құрамындағы витаминдері туралы қызықты ақпараттарды білгіңіз келсе, видеоны менімен бірге соңына дейін көріңіздер. Мыңдаған жылдар бойы ол бүкіл әлемде дәмдеуіш ретінде тағам дайындауда таңдаулы ингредиент болды. Дәмдеуіштер патшасы деп аталады. Көбінесе Үндістанда кездеседі. Қара бұрыш өсімдігі Piper nigrum, ол кептірілген піспеген жемістерден алынады. Екеуі де қара бұрыш бұршақтары. Сонымен қатар ұнтақталған қара бұрышта ол тамақ өнімдерінде кеңінен қолданылады. Азық-түліктерге дәм қосудан басқа ол антиоксидант ретінде әрекет етеді және денсаулыққа бірнеше пайдасы бар. Бұл дәмдеуіштегі қосылыстар әсіресе белсенді ингредиент пиперин жасуша зақымдануын қорғайды, қоректік заттардың сіңуін арттырады және ас қорыту мәселелеріне көмектеседі. Кейбір зерттеулер бұл дәмдеуіш денеде антиоксидант ретінде әрекет ететінін көрсетті. Антиоксиданттар бос радикалдар деп аталатын тұрақсыз молекулалар тудыратын жасушалық зақыммен күресетін қосылыстар. Бұл радикалдар дұрыс тамақтанбау, күн сәулесі, темекі шегу, ластаушы заттар және тағы басқалар. Майлы тағаммен қоректенетін егеу құйрықтарды зерттеу барысында қара бұрыш және пиперин егеу құйрықтармен емдеу бос радикалдардың деңгейін қалыпты қоректенетін егеу құйрықтардың мөлшеріне дейін төмендеткенін көрсетеді. Сонымен қоса, қара бұрыштың құрамында шаштың сұлулығы мен денсаулығы үшін көптеген тиімді және пайдалы қасиеттер бар. Сондықтан шашқа қара бұрышты қолдану шаштың сапасын жақсарту және қайызғақтың мәселелерін шешуге көмектеседі. Қара бұрыштың мөлшеріне мұқият назар аударып шайыңыз. Қара бұрышты көп қолдану бас терісінің күйіп қалуына әкеледі. Қара бұрыш шаш үшін бұл жылтыр және сау шаштың өсуіне ықпал етеді. Қара бұрыш пен лимон шырынының қоспасы бас терісіне кем дегенде 20 минут бойы қойылуы мүмкін. Және бұл қоспаны қара бұрыштың артықшылықтарын жақсартуға көмектеседі. Әдемі, сау шаштың өсуіне ықпал етуден басқа, шаш шергітетін жылтыр және әдемі болып тұратындай етеді. Таздың басына шаш өсіруге көмектеседі. Бұл сипаттама қара бұрыштың шашқа арналған маңызды артықшылықтарының бірі. Себебі қара бұрыш шаштың өсуін ынталандырады. Шаш фолликулалары шаштың тиімді және сау өсуі үшін қара бұрыш пен зәйтүн майының қоспасы герметикалық контейнерге кем дегенде 2 апта орналастырылады. Содан кейін бұл қоспаны бас терісіне кем дегенде жарты сағат қояды. Басқа артықшылықтары туралы да айта кетейін. Қара бұрыштың денсаулыққа тигізер пайдасы өте көп, өйткені құрамында аурулармен күресуге тиімді заттар көп. Сондықтан олардың ішінде ең маңыздылары туралы айта кетуді жөн көрдім. Ас қорыту жүйесінің денсаулығын жақсартады. Қатерлі ісіктің алдын алуға көмектеседі. Бұл қан қысымын тиімді түрде төмендетеді. Салмақ жоғалтуға ықпал етеді. Суық және жөтел белгілерін жоюға көмектеседі. Оның құрамында денені көптеген аурулардан қорғауға көмектесетін қабынуға қарсы заттар бар. Құрамында антиоксиданттар бар. Ауыз қуысының денсаулығын жақсартады. Мидың денсаулығын нығайтады. Сіздерге менің осы қара бұрыш туралы жасаған видеом ұнаған болса, лайк басып комментарий жаза кетіңіздер.